Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақта біз Қазақстан өнерінің танымал тұлғасы мүсінші Ескен Серкебаевтың шығармашылығымен танысатын боламыз. Ескен Серкебаев бейнелеу өнер тарихындағы Қазақстан өнерінің мүсін саласында зор еңбек еткен танымал суретші. Оның негізгі тақырыптары тарихи тұлғалар, яғни мүсіншінің ең алғаш дипломдық жұмысында жасалған тарихи тұлғасы бұл Дана Абай бейнесінің портреттік образындағы психологиялық мінез құлқы. Жас мүсінші өз еңбегінде патриоттық рухты оятатын мінез құлық, батырлық тұлға, сипат, кейіпкердің жеке дара бойындағы қасиетін ашатын тұстарға кеңінен ден қояды. Сондай жұмыстарының бірі Алматы қаласындағы Мұхтар Әуезов театрының алдында орналасқан монументалды ескерткіш Әуезовтің бейнесі болып табылады. Бұнда суретші өз шеберлігін көрсетуде жан-жақты күрделі қимыл қозғалыс, портреттік, психологиялық, бейнелік ерекшеліктер, Әуезовтің тұлғасын ашуда бойындағы бар шеберлігін көрсетуге аянып қалған жоқ деп айтуға болады. Әуезов бейнесі көрермен алдына жайғаса орналасқан орындықта шығармашылық шабыт үстіндегі келбетте ұсынылады. Ойға шомылған тұлға өзінің кезекті өнер шығармасымен жұмыс істеу сәті. Бір сәтке көрерменге назар аударған тұсын мүсінші барынша дарынды сомдауға ден қойған. Тарихи образ сомдауда мүсіншіге жан-жақты сыни пікір, көрермен ойының алған әсері тікелей әсер ететіні сөзсіз. Серкебаев өз туындыларындағы басты бейнені сомдауда тарихи құжаттарға, фотосуреттерге көбірек назарын ұсынады. Яғни кейіпкер бейнесін сомдауда ұқсастық ерекшеліктеріне, пропорциялық қимыл қозғалысқа, кейіпкердің бойындағы даралық қасиетін сипаттауға көңіл бөлетін шебер мүсіншілердің бірі. Жалпы Серкебаевтың шығармашылығында тарихи тұлғалар әр кезеңнің өзінің сипатын ашатын тұлғалық композициялармен ерекшеленеді. Мүсіншінің кезекті жаңа туындыларының бірі бұл өнер тобы Досым Қасан. Мұнда суретшінің қолданған шеберлік тәсілдің бір қыры, кейіпкерлердің бейнесі тұғырлық жағынан биік емес, көрерменмен бір қадамда сипатталған композициямен ерекшеленеді. Яғни бұл саябақтық мүсінші. Мұнда бірнеше кейіпкер, яғни Досым Қасан тобының жетекші мүшелері барлығы да өздерінің шығармашылық процесінде музыкалық аспаптарымен көрерменге етене жақын сипат алған. Бір сәтке кез келген көрермен Досым Қасан тобының мүшесі ретінде өзін сезіне алады. Кезекті шығармасы бұл орыстың танымал жазушысы Пушкиннің бейнесі. Онда көрерменнің алдында шағын мүсінші қоладан жасалған. Мүсіншінің сонымен қатар монументалды мүсіндерден бөлек шағын мүсіндік композициялық шығармалары да өзінің ерекше композициялық құрылымымен көрерменнің назарына ілігеді. Сондай бір шығарманың бірі Пушкиннің келбеті. Суретші мұнда портрет жанры мен пейзаж жанрын бір-бірімен сәйкестендірген. Яғни бір сәтке табиғат аясында ағашқа сүйкенген ұлы орыс жазушысы Пушкиннің бейнесі мұнда арманшыл процесінде көрсетілген. Жалпы мүсін өнерінде кейіпкердің келбетін, мінез құлқын жан-жақты ашуда Ескен Серкебаевтың еңбектері өзінің даралығымен ерекшеленеді. Монументалдық мүсін саласында әдетте мүсіндік туындылар бұлар ұсақ детальдарға, бөліктерге, яғни көңіл бөлмейді. Пішінді бір қалыпты бүтін қылып елестетеді. Сондықтан да мысалға Дана Абайдың бейнесін сомдағанда да Ескен Серкебаевтың даналық композициялық образдардағы бір тұтастығы, яғни оның бедері дөңгеленіп жасалуы, пішіндердің өзіне сәйкестігі өте ұтымды шыққан композициялардың бірі. Дана Абай кеудесін тік көтеріп, көрерменге назарын ұсынған сәтте бейнеленген. Серкебаевтың ең үздік туындылар қатарында Дана бейнесі Әл-Фарабидің тұлғасында ерекше композициялық құрылысымен тартым
тартымды. Дана Әл-Фарабидің бейнесі ойға шомылған сәтінде бір сәт бір алға қадам басқан қозғалыспен көрсетілген. Оның қолында қалың томдық еңбегі бар. Мүсінші образ сомдауда тұлғаның бойындағы даралығын, оның ғалымға тән ізденіс барысын, ғалым екенін көрсететін, сипаттайтын атрибутикаларды ұтымды қолданысқа енгізген. Жалпы мүсіншінің шығармаларында портреттік бейнелер, түрлі мінез құлықты шебер ашатын, сонымен қатар адамның жас ерекшелігін ерекше байқататын, жас ерекшелігін шектелмейтін композициялық шығармалар өте көп. Яғни жас баланың келбеті, оның аңқау көздерінің жанары, немесе өмірден мол тәжірибе жинаған зиялы қауымның тұлғасы, сонымен қатар ғылым саласы емес, өнер саласында да, музыка саласында да халықтың мақтанышына айналған Нұрғиса Тілендиевтің бейнесі ерекше тартымды композициялардың бірі болып табылады. Композициялық құрылымда Нұрғиса атамыздың кеудесі кең құлашты, қолын сермеп, бір аяғын екінші аяғына көтеріп, домбырасын аяғына сүйеп қойған шығармашыл процестің тамаша үлгісін сипаттаған композициялық шығарма. Мүсіннің өзге бейнелеу өнеріне қарағанда ұтымды сәттері өте көп. Онда композициялық сюжетті жан-жағынан айналып қарауға, жарықпен ойнауға, оның пішіндік, пластикалық ерекшеліктерін айқын сезінуге көп, яғни жағдайлар бар. Мысалға, кескіндеме өнерінде тек бояудың құдіреті арқылы бейнені шынайы сомдауға мүмкіндіктер болса, мүсінде керісінше жан-жақты ауқымды қабылдауға мүмкіндіктер көп. Жалпы мүсіншінің тағы бір шеберлік тұстары бұл монументалды асқақ бейнелерді сәулеттік нысандармен үйлесімді бейнелеуде асқан шеберлік танытқан. Мысалға, Әуезовтің келбетін сомдаған шығармасында Әуезов атамыздың тарихи театр алдында жайғасуы, бұл да мүсіндік туындының, яғни болашақ ғимараттардың тарихына тікелей әсері барын ескеріліп жасалған туындылардың бірі. Монументалды шығармалар әдетте архитектурамен, нысандармен, сәулеттік құрылыстармен тығыз байланыстар жасалатын бейнелеу өнерінің түрі болып табылады. Ескен Серкебаевтың шағын мүсіндік композицияларында немере мен қарияның бірге сұхбат құрған сәті, яғни демалыс сәті көрсетілген тамаша композиция бар. Бұл композициялық шығармада тәтті немересінің қылығына тәнтіп отырған, жантая жайғасқан қарияның бейнесі. Ол болашағынан көп үміт күтетін балғын сәбиінің былдырлаған тіліне қызығып тыңдап отыр. Атасының аялы алақанына, жылы құшағына енген немере өзінің көкейіндегі қызық әңгімесін өрбіте жалғастыруда. Суретші композициялық шығармаларында тек қана бір ғана тұлғамен шектелмей, сонымен қатар тұрмыстық жанрды, шығармашылық процестердегі табиғат элементтерін көмекші құрал ретінде ұтымды пайдалана алады. Мысалға, адамның келбетін сомдаған туындылардың жанында оның серігі болатын жылқысы да бар. Яғни жантая өзінің серігіне денесін сүйкеп тұрған ер азаматтың бейнесі. Оның серігі болған жылқы малы қазақтың киелі жануарларының бірі болып саналады. Жылқының пропорциялық анатомиялық құрылымы, яғни негізгі кейіпкерге бағыныңқы орналастырылған композициялық сюжеті әрине мүсіншінің ізденімпаздығын байқататын тұстарының біріне жатады. Қазақ халқының тұрмысын, тыныс тіршілігін сипаттайтын кезекті шағын мүсінші бұл қолына бүркіт ұстаған жігіттің бейнесі. Яғни бұл саятшылық кәсіп, ұлттық ата-бабамыздан дарыған біздің төл кәсібіміздің бірі саятшылық өнері. Еркіндікке шалықтап ұшқан бүркіт бейнесі, кең құлашты композицияның мазмұнын толықтырып тұрған сәттері айқын көрсетілген. Мұнда қимыл қозғалыс, бір сәттік серпіліс айқын байқалады. Яғни бүркіттің кең құлаштап бір сәтке ұшқан көккөрлеген сәті композициялық шығармаға мазмұн, динамикалық көрініс, сипат сыйлағандай. Ескен Серкебаев сонымен қатар аңыз әңгімелерге, ертегілер негізіне, сюжетіне арналған шығармалары да көптеп кездеседі. Кезекті шығарма жебе ұстаған батыр деп аталады, шағын формада жасалған. Енді ғана жебесін нысанаға көздеп тұрған батырдың қимыл қозғалысы ерекше. Ол өзінің нысанасына барынша көздеп, дәл тигізу сәтінде. Мүсіншені жан-жақты айналсақ, оның жан-жақты мазмұны
жан-жақты қырынан ұтымды өзінің яғни шиеленіскен сәтін көрсеткен тұстарын аша түсетіндей. Ескен Серкебаевтың қай шығармасын алсақ та, ол көрерменге ой салатындай. Мұнда ішкі динамика, мінез құлық, шығармашылық тұстарды еркін ашатын, қимыл қозғалыстар, көрерменнің көкейінде қалатын бір сәттік ғұмырды бейнелейтін шығармалар қатарына жатқызуға болады. Бұл да мүсіншінің заманауына сай ізденімпаздығын, яғни шығармашыл жан екенін сипаттайтын, шеберлігіне көз жеткізетін тұстардың бірі болып саналады. Әрине, Ескен Серкебаевтың шығармалары Қазақстан бейнелеу өнерінің алтын қорынан орын алатын үздік туындылар қатарын толықтыруда. Балалар, осымен дәрісіміз аяқталды. Ал енді сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: Ескен Серкебаев бейнелеу өнерінің қай түрімен айналысты? Екінші сұрақ: Қазақстан мүсін өнері тарихында Ескен Серкебаевтың алғашқы еңбектері қай жылдар жарық көрді? Үшінші сұрақ: әйгілі Досым Хасан тобының мүсіндік композициясын жасаған қазақстандық мүсінші кім?